Қане, қане, кішкене қалды. Сен мынаны ал да анда лақтыр, ал мен мынамен айналысамын. Айтсан болды. Енді не болып кетті? Жарық сөнген нес? Алаңдамаңдар, құрақаулар шығып қалды. Сонда мереке болмай ма не? Эми, сабыр сақта, мереке болады. Сабыр сақтаймын ғой енді. Наклс, қазір таяқ жейсің. Оппа, қайда еді өзі? О! Оп! Оба! Оп! Мереке құтқарылды. Хей, не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Не айтам енді? Әлгі Соникіміз қайда жүр енді? Тейлз! Сонда не болып қалды? Мынау балақа айтады, туғандар мен достарын бірі ұрлап кетті деп. Біз оған көмектесу керекпіз. Жақсы, бірақ та бұны кім істеген анықтауымыз қажет қой. Ал сен кім екенін білесің бе? О, жоқ. Мынаны қара. Білгем солай екен. Эгман қайтсе де өзінің зұлымдықтарыңды жасыруды әлі білмейді екен. Өте оп-оңай. Бұны да білгем. Хей, естіп тұрсың ба? Мынау ғалым Эгман ғой. Білгем солай екен. Бұл оның сөзі. Күшті сәтімді бұзба сен, жәудір. Сендер тағы да менің қақпағыма түсе қалдыңдар. Соник, енді не істейтін болдық? Тыңда, сен Эгманмен айналыс, а мен оның шаттың тарелкасын сындырам. Түсіндім. Сосын капсуланы ашам. Хей, Эгман. Мынауың әдемі. Сол әдемінің аты қалай еді? Экмобиль. Я. Әрине, сондай атты қою маған қиын болған жоқ. Себебі мен данышпанмын ғой. Біле білсең, маған ешкім жете алмайды. Сонымен көңіл көтеретін кез келді. Мен соны қоймас бұрын көптеген аттар тапқан, бірақ... Тейлз, аш! Жоқ! Бұл енді оп-оңай болды. Аха, біз балақайымызға мерекені құтқардық. Эмиға бұны айту керек. Қалай ойлайсың? Ол не дейді екен? Ол бірден елжіреп кетеді. Наклзды білмеймін. Бірақ та ол ас бөлмеде күшті көрінеді. Осындай кездерге қақпандарды ыңғайлы қылдыру керек еді. Бес, төрт, үш, екі, бір.